Hürmetli ağaylar, жалпы biz problemani қолдан жасап алып, соны шеше алмай өмір бойы әуре өтсетін қалыппыз ғой. Сондай елміз, сондай мемлекетпіз. Заңдар алғаш қолданған, қабылдаған заңдарымыздың бәрі шалағай. Содан шығып жатыр, бәрі шикі. Сол жаңағы нарабине дейтін мемлекеттік тілмен қатар қолданылады деген бап о баста кірмеу керек қой ол заңға. Сол бір сөйлем, бір құмалақ, бір қарын майды шірітіп тұр қазір. Соны жалпақ шешейлік бір кезде сауатымыз жетпеді ме биліктегілердің. Әлде құлдық сана мәжі бермей тұрған сол сөйлемді кіргізіп жіберген. Енді жарайды ол уағында кіргізіпті. Одан берді 20 жыл уақыт өтті. Енді оны алып тастауға да болады ғой. Ол Құранның сөзі емес, Құдайдың сөзі емес. Ал енді мұндай шалағайлық бізде торып жатыр. Алдымен мына тіл мәселесін шешіп алайық. Ол дін туралы заңда да, жер туралы заңда да түгел шикілік пен шалағайлық. Біз оны бір-бірден әлі ораламыз бәріне. Мәселен дінді айтайық. Кеше ғана жаңа заң шықты. Сол демократ болғанның жөні осы екен деп Сонкой кезбе жүрген кірме, кезбе, қайдағы бір миссионерлерге есігімізді ашып қойып едік. Үлкен қауіптің астында қалай іздеген жоқпыз ба? Биліктің өзі сасқалақтап, бұны қалай тоқтатамыз деп әрең тосқауыл қойған болды. Осыны кезінде айтылған осы нәрселер. Біз шырылдап талай айтқанбыз. Мен өз басым бірнеше мақала жазғанмын. Соны тыңдаған кісі болмады ғой кезінде. Пәленбайдың, қырықтың, жүздің біз атын естімеген, әулетіміз, ата-бабамыз естімеген діндерді алып бердік. Өз еріне сыймай қаңғырып жүрген миссионерлер осында көп тәуіп болып, немене болып? Съезін өткізіп бізге жөн айта бастады. Ал Осман кезінде тосқауыл қоюға болатын еді ғой. Соған біздің миымыз жетпеді ме? Кімге керек ондай демократ? Қазір соған күресіп жатыр, жан таласып. Бүкіл КГБ, бүкіл қауіпсіздік мекемесі. Қазір дінге қарсы күресетін болып жатырмыз. Осыны ерте ойлануға болар еді. Ал енді міне сондай шарағай заңның біреу жер туралы заң. Ол қазақтың сорына айналған заң, қазақтың. Әдейі қасақана жасалған заң. Алдымен міне тіл мәселесін шешіп алайық енді, түгел бір-біріне қосып жібермейік. Алдымен бір тілді бір ыңғайлап алайық. Осы түбінде біздің қайта қарайтын заңдарымыз көп. Білдіңіз бе? Ол өзі реті-ретімен келеді әлі. Біздің халық. Келетін болады. Ал енді ешкімге жалынудың меніңше керегі жоқ. Қазақ ұлты кім? Қазақ ұлты қазақ мемлекетінің иесі, қожасы. Қазақ ұлты өзі қай тілде сөйлейтінін, ұрпағы қай тілде сөйлейтінін өзі таңдау керек, өзі шешу керек. Оны қайдағы біреулер шешпеу керек оны. Оны ассамблея де шешпеу керек, басқасы да шешпеу керек. Соның үшін қазақ өз тағдырын өзі белгілеу керек деп ойлаймын. Міне осы халық қолға алу керек, көп қорқытады дейді. Көрейік қаншалық қорқытатынымызды. Осының нәтижесін сынап көрейік. Рахмет.